Баршаңызға қайырлы күн достар. Бүгін осындай өте дәмді болып шығатын Наполеон тортының рецептімен бөлісетін боламын. Креміміз осындай өте әдемі болып шығады. Қарапайым заттардан жасалынса да дәмі өте керемет, ауызда еритін кремдердің бірі. Және де қамыры үгітілмелі болып тұратын өте ерекше Наполеон тортының рецептісін көріңіздер. Ең бірінші ұнымызды осылай електен өткізіп дайындап алатын боламыз. Одан кейін салқын тоңазытқыштан шыққан сары майымызды жаңағы ұнымыздың үстіне салып үгітілмелі қамыр жасап алатын боламыз. Екеуін бірге қамыр мен сары майды, ұн мен сары майды үгітіп аламыз. Одан кейінгі кезекте біз жаңағы суымызды дайындап аламыз. Осындай бір кружкаға бірінші бір жұмыртқаны, одан кейін үстіне бір ас қасық уксус, бір ас қасық сұйық май және де суымызды, салқын су болу керек. Салқын суымызды құйып, вилканың көмегімен араластырып алатын боламыз. Осылай жақсылап араласқаннан кейін жаңағы ұнымыздың үстіне салып, қамырымыз елеп аламыз. Осындай күрекшемен бірінші араластырып алып, қатты елеудің қажеті жоқ, басы біріксе болды. Біз целлофанымызға салып, оны тоңазытқышқа қойып қоятын боламыз. Қай зат қанша мөлшерде кеткенін мен видеоның астында описанияға жазып қоятын боламын. Сол жақтан қарап көріп алсаңыздар болады. Және де достар, менің әр аптада шығатын жаңа видеоларымды жіберіп алмас үшін менің каналыма тіркеліп, қоңыраушаны басып қоюды міндетті түрде ұмытпаңыздар. Өйткені өте жақсы, оңай, ерекше рецептермен мен бөлісіп отыратын боламын. Осылай басын біріктіріп, целлофанға салып, кемі бір 2 сағатқа тоңазытқышқа біз қойып қоямыз. Және де осы аралықта кремімізді дайындап аламыз. Кремге ең бірінші осындай бір ыдысқа, асты қалыңдау ыдысқа қантымызды, кукурузный крахмалымызды, одан кейін ұнымызды салып араластырып аламыз. Оның үстіне бір жұмыртқаны және де 1 литр сүт қажет болады бізге. 1 литр сүтімізді құйып, жақсылап іртік қалмағанға дейін жақсылап араластырып алатын боламыз. Осылай араластырып алғаннан кейін газға қоямыз. Газымыз орташадан төмендеу болу керек. Газдың қасынан кетпей, осылай жақсылап араластырып тұрамыз свенчиктің көмегімен. Өйткені креміміз тез асты күйіп кетеді, араластырып тұрмаса. Сол үшін осылай араластырып тұрып пісіреді, қоюлатып аламыз. Одан кейін бетіне целлофан жауып, бөлме температурасында суытуға қойып қоямыз. Осы аралықта біз банағы қамырымызды алып, 2 сағат өткеннен кейін, кемі 2 сағат өткеннен кейін осылай жайып алатын боламыз. Жұқалау етіп, видеода көрсетілгендей етіп, бірінші жайып шығамыз оқтаудың көмегімен. Міне осындай қылып жайып алғаннан кейін бір шетінен бастап орама тәрізді етіп біз орап алатын боламыз. Осылай орап алғаннан кейін теңдей 8 бөлікке бөліп қоятын боламыз. Мен көз мөлшерімен бөле беремін. Осылай 2-2-ге, одан кейін 4-ге осылай бөліп аламыз. Жаңағы бөліп алған қамырларымызды тақтайға ұн сеуіп, осылай бетінен кішкене ғана басып, салып қоятын боламыз. Бір-біртіндеп алып отырып пістей береміз. Мен біреусін қалдырып қойдым, қазір жайғанға, қалған тоңазытқыштан бір-біртіндеп ала отырып пісіріп алатын боламын. Пергамент осындай қағазға бірден жайып пісірген өте ыңғайлы, жабыспайды асты. Осылай мен пергаментті қағазға бірден қойып, жайып пісіріп алатын боламын. Сіздер де солай жасасаңыздар өте ыңғайлы. Кез келген форманы алып, мен 22 диаметр қылып кесіп алатын боламыз. Немесе кастрөлдердің крышкасымен кесіп алсаңыздар да болады. Осылай вилканың көмегімен тесіп шығатын боламыз. Және де 5-6 минут шамасында пісіріп аламыз. Жаңағы кремімізде суып дайын болып тұр екен. Міне осындай қою, өте әдемі болып шыққан креміміз. Осы кремді енді бір ыдысқа
аударып немесе сол ыдыста да істей берсеңіздер болады. Негізі миксерлеп алатын боламыз біркелкі қылып. Осылай жақсылап біркелкі қылып миксерлеп алғаннан кейін бөлме температурасында тұрған сары майымызды салып, тағы да жақсылап миксерлейтін боламыз. Міне осылай жақсылап біркелкі болғанға дейін миксерлеп аламыз. Сол кезде креміміз өте дәмді болып шығады. Кремді дәл осылай жасап көріңіздерші. Кремдеріңіз осындай қою, әдемі, дәмді болып шығады. Ванилин қосып жүрсеңіздер болады негізі. Дәміне ерекше дәм беретін болады. Мен қоспадым болмағандықтан. Форманы осындай формаға жинасаңыздар, шетіндегі кремдер ағып кетпей ұстап тұрады. Осы формамен мен холодильникке салып қоятын боламын 1-2 сағатқа. Сол кезде шетіндегі кремдері де ақпай әдемі болып жиналатын болады. 2-3 қасықтан салып кремді жинап аламыз. Және де бетіне жаңағы мен бір коржды бетіне сепкенге қалдырып қойдым. Осылай бетіне сеуіп, жан-жағының бәріне сеуіп дайындап аламыз. Осылай. Енді осы рецептпен жасап көрсеңіздер, Наполеон торттарыңыз өте дәмді болып шығады. Міндетті түрде жасап, видеоның астына комментарий қалдырып кетуді ұмытпаңыздар. Сіздермен бір Айсұлу.